Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгінгі сабақта жаңа айнымалармен жұмыс істеуді үйренеміз. Өткен сабақта айнымалы түсінігін түсіндік, оны экранға шығару. Енді бүгінгі сабақта онымен жұмыс жасауды үйренеміз. Айнымалыны жариялайық. Біріншіден, мысалға А тең 5 деп алайық. Енді онымен қандай жұмыс істеуге болады? Енді мысалға Б тең А қосылған 1. Яғни оған қосу амалын орындауға болады. Экранға шығарып көрейік. Print B. Яғни A'мыз 5-ке тең болды, 1 қосылды, 6 болды. Енді азайту амалы. Азайту амалы дәл қосу сияқты. Азайту қоямыз. Жаңа 5 азайтылған 1, 4 шығу керек. Экранға 4 мәні шығып отыр. Енді көбейту амалы. Көбейту, мысалы 3 дейік. Көбейтілген 3, 15 шығу керек. Экранға 15 шықты. Көбейту амалы. Енді қосу, азайту, көбейту амалдарында ешқандай қиыншылық жоқ. Енді бөлу қалай орындалады? Мысалға А бөлінген 2 дейік. Бұл бөлудің бірінші түрі. Яғни бұл ондық бөлшекпен қалдықпен көрсетеді. Мысалы 5-ті 2-ге бөлсек 2,5 шығады. Яғни бұны біз нақты сан ретінде бөлу деп атайық. Яғни қалдық бөлікпен нақты сандар 2,5 деп шығарып береді бізге. Енді бұдан бөлік С айнымалысын алайық. Енді бізде бүтін сан ретінде бөлу керек болса, мысалы 5-ті 2-ге бөлсек, бүтін сан ретінде бөлген кезде ол 2-ге тең болу керек. Оны қалай жазамыз? Бүтін сан ретінде бөлу 2 бөлумен жазылады. Яғни бүтін сан ретінде бөлу. Бүтін сан ретінде бөлу дейік. Енді экранға саны шығарайық. Бөлінген 2, 2,5. Оны тек қана бүтін бөлігін аламыз, 2-ні аламыз. Енді бөлудің тағы бір түрі бар. Басқа тілдерде оны мод деп атайды. Мынаны diff, мынаны бөлу diff деп, мынаны мод деп атайды. Ол А, оны процентпен жазамыз. А бөлу 2 деп. Бұл жаңағы бүтін санның қалдығын алу дейік. Енді көрейік, қалай жауап қалай шығатын. Экранға даны шығарып көрейік. Бізде 1 деп отыр. Жаңа сіздерде сұрақ туы мүмкін. 5-ті бөлген кезде 2,5 қой. Неге 1 деп экранға шығарып отыр? Ол дегеніміз қалай? Мысалы 5 бөлінген 2. Ол тең болады 2,2-ден 1. Жаңағы процентпен бөлу немесе мод бөлу, ол бөлген кездегі, 2-ге бөлген кезде қанша қалдық қалады, соны көрсетеді. Яғни 1-ді көрсетеді. Мысалға, мына жерде 5-ті, мысалға 5 емес, бізде не болсын? Мысалға 6 болсын. Яғни 9-ы біз 4-ге бөлік, 2-ге емес 4-ге бөлік. Қалдығымыз 1. 10-ды бөлейік. Қалдық 2 қалу керек. Сонда қандай санға бөлеміз, содан қалған қалдықты экранға шығарып отырады.